Assalamualaikum достар, сіздермен бірге мен короче, достар, бүгінгі видеода мен просто дерзко, короче, қалай айтсам болады, пранк түсіретін боламын. Бұл қандай десеңіздер, яғни мен бушканы немесе кусты киіп алатын боламын. Адамның үстіне не киіледі, қайсысы ыңғайлы, соны киіп аламын да любой бір жерге тығылып отыра салатын боламын. Но вообще қызықты видео шығады деген ойдамын. Сондықтан да достар, лайкыңызды басамыз. Негізінде өте күлкілі болу керек. Ана адамдар қандай реакциясы болады, ана адамдардың, маған сол өте қатты қызық болмақ. Негізінде мен мынаны случайно бір ретте орындаған видеоға түсірейін дегенде вообще план болған жоқ. Просто так ойнап жатырып сондай бір момент келіп қалды, қолыма оружие түспей, ал ана адамға оружие түсіп, и сразу мен бушка көрдім де бушканы киіп алдым, и ана адам мені вообще байқамай қалған болатын сол кезде. И содан осы видеоны давайте түсіріп қарайын, егер де шықса вообще просто топский пранк шығады деп ойладым. И қазір мен соны түсірмекшімін. И давайте достар, лайкымызды басамыз, ана тіркелеміз и біз бастаймыз. Короче, достар, осы бушканы таптық. Еще екінші бушка жатыр жанында. Енді біз гравитқа қасымызға адам түспеді. Кішкене былай ортаңғы жақтарға қарай ұшып кету керек. Прикол сияқты бушканың ұшып жатқаны көрініп қалады екен да артым. О, четко. Бушканың ұшып жатқаны біртүрлі көрінеді екен кәдімгідей. Но катюшада адамдар бар ма екен негізінде катюшаға? О, адам. Давайте қызық жерге тұрып қояйын. Көре ме екен адамдар мені? Что-то алыстау сияқтымын да. Міне. Мына жерде тұр, көріп тұрған жоқ па мені? Реально? Көріп тұрған жоқсың ба мені? Ана әлде луттап тұр ма әлі? Көріп тұрған жоқ, прикинь. О май, епа! Бля! Епа, анау дейтін. Әрен байқады ғой мені, еба. О, достар, короче, мен мына жерде австрияда көк зона, и мен ойладым көк зонаға түссем бушка болмайтын болар дедім, бірақ та отыра. Что-то бушканы таптық. Енді менің автоматтарым көрініп қалмай ма екен, оживление зверлерім көрініп қалмай ма екен? Адам бар негізінде. Шакты естіп кетсіздер ма? Шакты дауысын шығарып қойыңызшы. Что-то шаг естілді, қазір естіліп тұрған жоқ енді, бірақ та негізінде шаг естілді. Вот, енді тағы шығып тұр. Короче, родной ішіне. Еба, достар, байқамай тұр, аңғара. Байқамай тұр, еба. Нормально превьюға түсіріп алу керек мынаны дейтін. Короче, бірімен атысып тұрып екен, мен байқамай қалдық, екеуі соғысса вообще прикол болады мына жерде. Ана үшінші адамды жақындап кетір, короче, мына жерге. Осымен қырылып жүрген бір осы жерге жақындап кетір. Вообще капец ботка, екеуі мені байқамай қалса. Офигеть. Достар, байқамай тұр. Байқама. Прикинь, маған қарай кетір. Атып тастайын. Мал. Еба, байқамай тұр еді. Достар, мен бушкамен мына жерде. Көрмейтін шығар. Офигеть, көрмей қалды. Бүйтірім ба не, реально, спокойно луттап жүр қасымда. Видеоны енді бастап сөйлейін өтірін. Короче, достар, мен авторитариядан осы бушканы тауып алдым. Ана бот мені көрмей қалды. Грайвертта точно адам бар екен біліп едім. Офигеть, сумкасы тарса, сумкасы просто топский екен. Бірақ та мені байқамай қалды. Менің бетім көрініп тұр ма? Ой, сәлақ қана көрініп тұр екен. Достар, видеода андай шум естіватсаңдар ренжімеңдер. Ана туалетке кіріп кетті де әлі шықпады ма не? Really? Короче, онда бүйтеміз. Атты, вообще басқа бір. Ана жақта тоғыз жүр, шөп болып жүр. Офигеть. Мына жерде мынау соғысып жатыр, қараңыз, соғысып жатыр. Шөпті өлтірді ма, не болып кетті, найыр айналайын. Бір адам қырылысып кетті, құрсын. Көтенімді қысып отыра берейін. Чотым, анауға луттауға келе ма, қалай болып кетті өзі. Тағы атып жүрсін бекен. Чоты, біреу жүр мына жерде. Тағы бір атып жүрейін. Мал! Ешкенің баласы-ай, шөп қайда ана жердегі шөп? Качая моя болды, дейтін челлендждің бачыншады пранктың оңбағандар-ай. Короче, достар, мен таптым, әрең дегенде осында бір нені маған сумкы лақтырсайтын. Ойбай, инвентар толып қалыпты, енді ма патруль лақтыратын, патрульмен шлеға түспеймін ғой.
все болды, енді сумканы лақтыра берсем болатын шығар да. Әлі лақтыра алмайды екенмін, короче, таптық әрең дегенде. Маған еще сковородка, давай М500 бәрін басыңдар. Осы жерге тығылып қалатын осы локация меніңше нормально сияқты. Егер де достар видеодан шум естіп отырсаңыздар, сорян, короче, микрофоным бұзылып қалды, наушник микрофон бұзылып қалды. И ну ничего, давай пока что зонадамыз и осылай отырып алайық. Но нормально. Пока мен адамдар келгенше күтетін боламын. Бірінші зонадамын, екінші зонада енді болмайтыным анық. Оған шейін де адамдар келеді деген ойдамын. Жоқ. Мен лучше давайте локацияны өзгертейін. Локацияны осы үлкен домалақтың ар жағында екі казарма бар. И сол казарманың бір жер бар, екі шкаф сияқты ма, бір, короче, сол жерге барып, шет, адам. Короче, мені көрмейді, мынау 100% уверенмін. Екеуінің біреуі өлтіреді, бір-бірін, и бәрібір де осы жаққа көтерілетін болады ал. Короче, екеуін балақайлар атысып тастай беріңдер. Ал мен өз шаруаммен кете берейін, осы жерге тығылып қаламын. Еще зонадам, екінші зонада мынау болуы мүмкін, кішкене енді нормально деп ойлап тұрмын. И мына жерге жоске тығылып қалсам, әлі атып кетіп отыр аналар. Ойбай, аналар кәдімгідей атып отыр ғой. Сұрапыл кетеді, сұрапыл. Машина. Қып-қызыл болып машина. Қай жерден өтті? Жоско өтіп отыр кәдімгі. Мына жақтан өтті. Ол алшақтап бара жатыр да, уже қазір осы жағын айналып бара жатыр. Но мен вообще көрініп тұрған жоқпын ал. Нормально жүре тұрмын. Иә. Осы жақта да, мына пикап, бір пикап мастер. Егер келді кетіп, прикинь. Байқамай қалды. Байқамай қалды. Әлі кетіп. Тоқтап қалды. Короче, мені байқап тұрған жоқ. Ана жерде отырып алды да. Ну вообще, просто жесткий челлендж ғой достар. Жесткий челлендж болсын үшін просто лайктарыңызды басыңдар. Әлі өтіп барды мынау менің жанымда. Қадалып қалдың ғой, праван жоқ па, нормально жасай, ё-моё. Тоқтап қалғандар дейтін, мен сөзімді естіп қалдым ба деп едім. Короче, осы жақта жаңа Катюшада атысқандар келеді. По прикол, неге мен анаңғазын тупой ат жүре салмадым? Анау қай жерде екен деп ойланып қалғандай. Давай мен по приколу ат жүрейін ба, бір-екі патрон. Как вы думаете об моем решении деп қояды дейді. Короче, мына жерде тағы да бір заправка бар екен, и ана жерде бір адам кетіп жатыр. Осы жерде бір адам кетіп жатыр. Ал мен тупо барам да, короче, осын жаңа тығылып қалатын боламын. И потом мына вышкада, осы жерде бір вышка бар. И соның ішінде бір адам отырды. Міне қарай келсе көретін шығар. Мен атайыншы, мен тупой. Кір. Вот, все. Енді келетін бар ал. Басымдық сақалым кетті. Біреуі әлі жоқ па не бәрі дейтін. Шығуға қорқып отқан адамдар ма не? Енді білмеймін, ал нормально тығылатын жер қалмаған сияқты енді ал. Четко тығылып тұрмын. Тупой мен. Просто мен мынаны вообще көрген жоқпын, просто так ата салып едім. Енді мынау емделіп жатыр да. Мынау мен артымнан біреу атысып жатыр, прикинь. Қаяқтан біреу мына жерде атысты. Мынаны, короче, в общем, мынаны жорстко қысып жатыр. Мынау двухстволкамен. Офигеть. Достар, мен клокқа келдім да, клокта мінекей уже мына жерде бір адам емес. Мына жерде бір адам көрдім. Осы туалеттің жанында міне өзі атысып жатыр. Короче, картадан көрген боларсыздар. И еще мен қолыма мынаны ұстап алдым. Короче, қоям, и егер де адам шақырам осы жерге. Әлі атысып отыр ғой анау. Бірегей. Прикинь, көрмеді ма не анау мені? Really? Үсті? Қалай? Ешек басай. Мынауым бір опытный біреуім болды, короче. Достар, осындай бір қызықты пранк болды. Сіздерге ұнаса, давайте лайкыңызды басыңыз. Мына балада лайк басып кетейін. И күшті комментариямызды жазамыз. Келесіде осындай видеолар түсірейін десеңіздер, давайте комментарий жазыңыздар. Түсірме, егер де түсіретін боламын, түсір десеңіздер, түсірмесеңіздер, кім ұтады екен арада? Красава 44. Плотно басын жауса жіберді.